Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода меренговый рулет дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Қазір рулетімізге керек заттарды біртіндеп салып, рулетімізді дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға ақуызымызды салып миксерлейміз, және де оған сахарный пудрамызды аздан салып миксерлейтін боламыз. Келесі бізге кукурузный крахмалымыз керек, оны салып тағы да миксерлейтін боламыз. Енді массамызға шым лимон қышқылы және 1 шай қасық яблочный уксус салып, тағы да біраз миксерлейтін боламыз. Дайын болған массамызды лопаткамен 2-3 рет араластырып жіберіп, пергамент қағазымыздың үстіне жайып, тегістеп жайып шығатын боламыз. Осы кезде біздің пешіміз қызып, дайын тұру керек. Солай қызып тұрған пеште беті сарғайғанша 30 минут шамасында пісіретін боламыз. Бізге кремге творожный сыр, сахарный пудра және сливка керек болады. Ал енді дайындап бастаймыз. Алдымен творожный сырды миксерлеп аламыз және үстіне сахарный пудраны салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Осы кезде сливкамызды саламыз, салқын сливкамызды. 33%-тік. Және де оны қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Қатты көп миксерлеуге болмайды, іріп кетуі мүмкін. Пештен шыққан ыстық меренгамызды суытып алып, оның үстіне пергаментімізді жайып, оны аударатын боламыз. Және де астыңғы бөлігіне кремімізді бір тегіс етіп жайып, оның үстіне кез келген жемісімізді салып, рулетімізді орайтын боламыз. Дайын болған рулетімізді қалған кремімізбен сәндейтін боламыз, және де үстіне кез келген жемісімізді қойып, дастарханымызға қоятын боламыз. Осы рулетіміз 3-5 сағатта кремі сіңіп дайын болады, немесе бір түнге холодильникте қалдыруға болады.